Айо. Алдарыңызда Хаус Жако. Бұл сізге жартылай дис, жартылай ақиқат, шындық түсіндіру. Негізінде дис қалай басталғаны, қалай болғаны барлығын түсіндіру сіздерге. Біз ешқашанда ешкімге тектен-тек дис жазбаймыз. Олар өздері бастаған соң сіздерге қалай болғанын түсіндірейін деп жатырмын. Қабыл 1991-ден осы өмірге қадам бастым, жайлап өмірдің адамдары жаман қасын. 2003-тен бастап рэп жолына түстім мен, рэп айтып вокал айтып, ол жолды да түсіндім мен. Әрі қарай жалғастырдық рэп айтып, Хаус тобымен Маңғыстауда хит болды. Өлеңдері өз жолымен тағдырымның жазғаны. Махаббат сезі жүректі, көңілімде қалғаны, арманымда болғаны, тағдырымның жазғаны. Самал сен шырқалып жүрді, махаббатпен басталып ет сол күнді. Әлі біз алдамыз, рэп айтамыз мәңгілікке, құлақтан кіріп бойдалар. Рэп шығады тереңірекке, біз ешқашан тоқтамаймыз. Запа Жако Хаус болып, Хаус тобына жанкүйер көп жүрек толып. Рахмет үлкен Хаус тобына, өлең айтқан ағаларға, басқа өзге группаларда осындай ой таба алама. Есбол Асқар Баха рэп жөнінің атасы еді. Апа Жако өнерлерге Хаусты үміт артып тастап еді. Біз әлі айтамыз биік арманға жетіп енді. Бізге де уақыт келер топты берер інілерге. Махаббатпен самға саңбап келе жаттық рэп айтып. Жестокая комиссия құлатқысы келді жатып. Бұл қандай сұмдық, тектен-тек адамға тіл тигізіп. Бірінші орын алдық рэп тусовкада жеткізіп. Отылған адамның сөзі құрсын бұл заманда. Қаптап толып кетті жауыздар бұл ғаламда. Жауыздар бұл ғаламда. Қаптап толып кетті жауыздар бұл ғаламда. Әрине амалым қанша, тіл тигіздік бәріне. Дис жазып балағаттап, обалдарың өздеріңе. Енді біз ешқашан дис жазудан тоқтамаймыз. Ойлап қараң, біз ешкімге тектен-тек боқтамаймыз. Кімнің жыны келеді, рэп айтып орлайтын тексті. Бәрінің әрине жауыз салып бір-біріне кесті. Хай-тек стайл лейблімен жиналып соғыс ашық. Тілмен бірге шабыт беріп әрі қарай басық. Мешітке бару керек, бірімізді боқтағанша. Амалымыз қанша, біздің өздерің боқтатқанша. Бұл қорыққан сөз емес, бұл тек сөздің ақиқаты. Әрине жігіттің айтатын рағибаты. Сендердің рэп жолында дәрежеңіз өте төмен. Сендерге 1-2 жыл болды бастағанға төкпен. Сендерге 1-2 жыл болды бастағанға төкпен. Құрметті рэптің тыңдармандары, ал сендерге, сендердің алдыңызда Хаус Жако. Так, енді мен сіздерге бәріңізге, рэперлерге, МС-лерге айтар сіздерге жатым бар, андай хабарым бар. То есть бұрындан жат қол. Жестокая комиссия деген атып шықты. Сұржылан дегенге ойлап қалма. Рэппен емес, мен сен вокал қалам деген дис жаздық қой. Сол кезде туна қыздар бір Best Girls деген, білмеймін қаяқтың қыздар екенін. Солар айтады, бізге бит дис жаз. Жерде жатқан Сұржыланның құйрығынан басып бізді ояттың дейді. Соған қарағанда Жестокая комиссия деген Best Girls болып шықты. Солай. Сендерге айтар соңында сөйлерім осы. Басқа не айтайын, айтпақшы сәлемін жолдап жіберейін. DJ Сакаға, MC Есболға, рэп атасы. Және өзімнің қасымдағы Абаға, DJ Микоға, сосын West Brothers'тың балдарына, MC Алғырға, Ғабит Аблайға, сосын West Boys'тың балдарына, және Меганың балдарына, сосын New Stars'тың балдарына. Бәріне үлкен жалын сәлем жолдайым. Ал давайте, аман болың. Болды, Мико, жарайды.